Салуы да өте оңай, әрі дәмі ауызда еритін өте әдемі синнабон булочкасын менімен жасап көрдім. Алдымен жылы сүтке қантымыздың жарты бөлігін, сосын ашытқыны салып жақсылап араластырып, апарымыз көтерілгенше 10 минутқа бетін жауып қалдырамыз. 10 минутта осылай көтеріледі. Содан соң ертілген сары май, қанттың жартысын және тұз, жұмыртқа салып жақсылап араластырып, ұнды 53-тен өткізе отырып қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызға кішкене сұйық май қосып жақсылап илеп, қамырдың бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағатта керемет көтеріледі. Ыдысынан босатып, қамырымызды барынша 4 бұрышты етіп жайып, ұнның көмегімен жаясыздар. Жайып алғаннан соң қамырдың бетіне бөлме температурасындағы сары майымызды түгелде жағып шығатын боламыз. Содан соң қантқа корицаны араластырып, осы сеппені қамырдың бетіне сеуіп шығып, қамырымызды шетінен бастап рулет тәрізді етіп орап, жіптің көмегімен осылай әдемілеп бір тегіс етіп кесіп аламыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 20 минут шамасында қызартып пісіреміз. Помадкасына жұмсақ сары майға творожный сыр, қантты жақсылап араластырып аламыз. Помадкасы дайын. Мінекей синнабондар пісіп шықты. Ыстықтай помадкамызды жағып, суығаннан соң жей берсеңіздер болады. Ас болсын, рецепт ұнаған болса, міндетті түрде парақшаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.